Дәуірдің дара ұстазы. Нұр-Сұлтан қаласы нөмір 64-ші мектеп-лицейіндегі Қазақстанның еңбек сіңірген мұғалімі, КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Қазақстан Республикасы педагогика ғылымдар академиясының академигі Бітібаева Қанипа Омарғалиқызының атаулы зертханасы бөлімшесі. Қанипа апа, Хан апа, Дана апа. Шығысында жарқыраған жұлдыз апа. Тілі мен әдебиетін құлай сүйіп, тарихта қалды ізің мәңгі апа. Ұстаз болу, шәкірт тәрбиелеу, екінің біріне бұйыра бермейтін қасиет. Табиғатынан педагог боп жаратылған, айналасына білім мен біліктіліктің, өрлік пен табандылықтың шуағын таратып, бүкіл саналы өмірін ұрпақ тәрбиесіне арнаған Қазақстанның еңбек сіңірген мұғалімі, КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Надежда Крупская медалінің, құрмет орденінің иегері, Қазақстан Республикасы педагогика ғылымдар академиясының академигі профессор Бітібаева Қанипа Омарғалиқызы қазақ мектептерінде әдебиетті оқытудың өрісі кең, өзгеше жүйесін қалыптастырған санаулы тұлғаларымыздың бірі. Алталаштың басы қосылса, төрдегі орын мұғалімдердікі деген сөзді Мағжан Жұмабаев тегін айтпаған. Бұл бейне баян өз ісіне жан тәнімен берілген, бүкіл ғұмырын қасиетті қазақ тілін дамытуға арнаған, әдебиеттің арын қорғап, намысын жыртуға жұмсаған қайталанбас тұлға, қазақтың хан апасы атанған ардақты да аяулы ұстаз, жаңашыл тәлімгер Қанипа Бітібаеваға және іс тәжірибесін жалғастырып насихаттап келе жатқан зертхана жұмысына арналады. Мектебімізде орналасқан Қанипа Бітібаеваның арнаулы зертханасы 2011 жылы 14 қыркүйекте Астана қаласы білім басқармасының нөмір 57 бұйрығымен нөмір 64 мектеп лицейінде ашылған. Содан бері 9 жыл көлемінде қазақтың хан апасы тұсауын кескен тәжірибе алаңында бүгінде республикалық қалалық мектепшілік деңгейде ұстаздарға, жас мамандар, ойшыл жас ғалымдарға арналған естен кетпес кездесулер, Дана апамыз айтқандай ой тастап ойлантып, ойлауға жетелеген семинарлар, шебер сыныптар, тренингтер, ашық сабақтар, шәкірт жүрегіне жол салған жай сабақтан бастап түрлі сайыс байқаулар, конференциялар өтетін білім ордасының бірегейіне айналды. Қанипа Бітібаеваның педагогикалық идеялар мен тәжірибесі, жаңартылған оқу бағдарламасы аясында инновациялық тәжірибенің білім берудегі тиімділігі, рухани жаңғыру, мемлекет тірегі, халықтың жігері, Қанипа Бітібаеваның Мұхтар Әуезов туындыларын мектепте оқыту мәселесі тақырыптарындағы семинар, конференциялардың берері көп болды. Бұл ұстаздың іс тәжірибесінің жалғасын тауып жатқандығының өміршеңдігінің дәлелі. Қанипа Бітібаева ұсынған оқушыларды ғылыми зерттеу жұмыстарына баулу бағытындағы сабақтардың әдістемесі мен технологияларын бүгінде мектебіміздің ұстаздар қауымы қолдануда. Парасатты педагогтың қазақ әдебиетін терең, жан-жақты тануға, оны оқыту мәселелерін өрістетуге арналған еңбектері мен жаңашыл көзқарастары әркез ұстаздар қауымына бағдаршамдай бола бермек. Ұстаздың биігі ойлана қарасаң биіктей береді, өңіле қарасаң тереңдей береді. Қол созсаң қарсы алдыңда, айналсаң артыңда тұрғандай деп Сократ айтқандай, Қанипа Омарғалиқызының шығармашылығын оқып білген сайын тереңіне сүңги берерің анық.